Адам баласына шыртықсыз, кірсіз, сыпай киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей, таза кимек дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездіңсі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүріс тұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың ішін күйдіріп, өзінен кейінгіге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен тұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.